жазасың, екі облыс бірдей қызмет етіп жүрген, границасы жоқ мәдениеттің. Иә, сіз қайтып түсіндіресіз қалыптасқан жағдайды. Бұл шынымен де жылдар бойы жеңішпен жалғасып келе жатқан жемқорлық қой, иә? Шын мәнінде әлде қалай? Саламатсыздар. Белгілі бір дәрежеде бизнестің де кінәсі бар ма? Саламатсыздар. Біз сол қолөнер орталығында біздің мектеп болатын бірінші. Ол жерде сол кездің өзінде 250-дей оқушы оқитын еді. Жаңа мектебімізде. 20 шақты шеберіміз болатын еді. 75-дей мынау біздің шығарған бұйымдарды сататын сатушылар бар еді. Олар да кәсіпкер, 75-ің бәрі кәсіпкер еді. Соның бәрін бізде 19-шы жылы бізге облыс ауысып келді ғой, Түркістан облысы болып. Соған байланысты сол кездегі әкімшілік бізге өтініш жасады. Сіздер 6 айға шыға тұрыңыздар, бізге здание жетпей жатыр. Сосын қайтып орындарыңызға келесіздер деді. Бірақ ол созылып кетті. 2021 жылдары мектепті шығарып жіберді. Ол кезде мектеп шығарған кезде бұл жерде сүріледі деді. Геополарға байланысты мына жер ашық тұру керек екен. Сүріледі деп мектепті басқа жаққа шығарып жіберді. Бірақ ешқандай сүрілген жоқ. Басқа біреуге сенімгерлікпен беріп жүрген екен. Содан біз кәсіпкерлер бәріміз мемлекетке кәдімгі шеберлерді жаңа тіркелген кәсіпкерлікке. Кәсіпкерлік далада жүрміз қазір, қолөнер шеберлер. Сіздерге келген азаматтар қандай уәде береді? Не деп түсіндіреді бұл жағдайды? Не деп түсіндіргенде қазір міне бір жерден здание тауып беріп жатырық. Мына керуенде салған керуен сарай. Соның ішінен арендаға отыра тұрасыздар деді. Ол жоқ. Алдап келе жатыр күннен күнге бізді. Уақыт созып. Енді қазір бір шеберлер орталық салынып жатыр деп тағы да жуатып жатыр бізді. Оны бірақ бір жеке инвестор салып жатыр. Ол да ертең бізге былайша айтқанда ол отырғыза ма, отырғызбай ма жеке инвестор. Өзімізге бұрынғы туры тұрған жер керек. Ол жер нағыз кәдімгі қолөнерге керекті жер ол жер. Келген туристер нағыз шеберлерді көретін жер. Анау бір жерге барып тық қоятын жер емес біз шеберлер деген. Енді осылай жаңағы далада қалғандарымыздың кесірінен қанша адам жұмыссыз қалды? 75 адам қазір шебер 95-те адам жұмыссыз қалды ғой. Мектептен басқа. Мектеп Қанша уақыт? қазір біз 19-да шығып кеттік қой, 19-да. 4 жыл болды. 4 жыл болды, 4-ші жыл болып жатыр. Иә. 95 адам жұмыссыз жүр ме? Жұмыссыз жүр, сыртта жүрміз. Sizin cevabınız ne sebepte siz 4 yıldan beri 95 adamda жұмыссыз сендер нақты беріңіздерші. Берілген